Біз айдағы жұмбақ жарқыраған алаулар туралы кем дегенде 1960 жылдардың аяғынан бастап білеміз. Барбара Металл-Хирст пен Патрик Мур деген астрономдар барлық ғылыми әдебиеттерді қопарып, біздің планетамыздың көрші серігі айдағы жарқылдар туралы таңғажайып 400-ге жуық деректер тапқан болатын. Кітаптарда ай бетінің кейбір аймақтары кенеттен ашық немесе қараңғы болып көрінетіні айтылып, бірақ анық түсіндірілмеген еді. Біраз уақыттан кейін ғалымдар оны айдың өтпелі құбылыстары деп атап, 1967 жылы 27 қаңтарда Science журналына жариялаған болатын. Astronom Minds 1970 жылдың наурызында Nature журналында жарқылдар әдетте қызғылт немесе алқызыл түсті, кейде жап-жарық ұшқын тәрізді қозғалыстарымен сипатталады деп жазды. Жарқыраған алау түсі айдың бетінде 16 километрден астам қашықтыққа таралады. Ал олардың диаметрі 3-5 шақырым аралығында. Мұндай оқиғаның орташа ұзақтығы шамамен 20 минут, бірақ ол үзілістермен бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Милс бұл құбылыстар өткеннен кейін айдың бетінде айқын іздер қалдырмайтын таңдаумен атап өткен. Содан бері соңғы 50 жылда ғалымдар анда-санда осы тақырыпқа оралып отырды, бірақ дәлелі түсінік таба алмады. Дегенмен бұл оқиғалар аптасына бірнеше рет болатынын анықтай алды. Сонымен қатар астрономдардың жаңа тобы осындай тапсырмалар үшін арнайы әзірленген өздерінің обсерваторияларымен оралды. Испаниядағы Севильядан солтүстікке қарай 100 шақырым жерде орналасқан осы обсерваториядағы камералардың көмегімен айды бақылайды. Бұл обсерваторияда бір уақытта бірде 2 камера жұмыс істейді. Арнайы телескоп жасаушылардың мәлімдемесіне сәйкес, камералар айдағы жарқылды байқаған кезде дереу егжей-тегжейлі фотосуреттерге де және видеоға да түсіріп үлгереді. Содан кейін жүйе файлдары бар электрондық жазбаны Вюрцбург университетіне жібереді. Бір қызығы сейсмикалық белсенділік айда да байқалған болатын. Мүмкін айдың беті қозғалысқа келгенде күн сәулесін шағылыстыратын газдар айдың ішкі жағынан шығуы мүмкін дейді зерттеуші мен жоба жетекшісі Хакон Кайл. Бұл бірнеше сағатқа созылатын қысқа уақыттық жарқыл құбылыстарын түсіндіреді. Кейбір астрономдар бұл жарқыраған алаулар метеориттердің құлауымен байланысты дейді. Бірақ бұрын айтылғандай, олардың көпшілігінен кейін дақтар пайда болмайды. Тіпті кездейсоқ жылпықтау бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Ғалымдар бұл феноменді айдың уақытша құбылысы немесе TLP деп атады. Мұнда картада тіркелген кейбір TLP аумақтары көрсетілген. Қызыл нүктелер қызғылт алауларды білдіреді. Қалған барлық оқиғалар сары нүктемен бейнеленген. Айдың осындай жарқылаулар туралы ондаған жылдар бойы жиналған деректерге қарамастан, ғалымдар оның шығу тегіне бүгінгі күнге дейін бастары қатып отыр. Шынымен ай дегеніміз не? Мүмкін бұл шаңмен жабылған ежелгі ғарыш базасы шығар. Немесе мұның бәріне қарапайым және қисынды түсініктемелер бар. Сіздер қалай ойлайсыздар?